Қайырлы күн, құрметті достар. Кәрінс капты жалғастырамыз. Жансаяның келесі қарсыласы Нана Дзагнидзе. Нана Дзагнидзе 1987 жылы 1 қаңтарда Кутаиси қаласында дүниеге келген. Гүржі шахматшысы, немесе грузин шахматшысы деп болады. 2008 жылдан бастап гроссмейстер. Қазіргі таңдағы рейтингі 2513. Бұл керемет рейтинг. Гүржі құрамасында 4 олимпиадаға қатысқан: 2004, 2006, 2008, 2010. Грузия деген сияқты ғой. 2017 жылы Ригада Европа чемпионатын жеңіп шықты. Және 2017 жылы 30 желтоқсанда Сауд Аравиясында өткен әлем чемпионатын блицтен жеңіп шықты. 2017 жылдың ең үздік шахматшысы деген атақ алған, және оған арнайы Оскар сыйлығын берген. Міне осындай аты жер жаратын қарсыласпен ойнады. Кеттік. E4, E4, E6, D4, D5, ат C3. Алдымызда француз қорғанысы. Француз қорғанысындағы ең қауіпті варианттардың бірі ат C3. Ат F6, E5. Енді бұны Стейниц варианты деп атайды. Мына жерде классикалық жүйе деп айтылады екен. F7, F4, C5, ат F3, ат C6, піл E3, A6. Енді күнделікті кездеспейтін жүйені пайдаланады. Көбінесе бұл жерде вәзір B6 деп жүреді. A6-ның орнына мына жерде көбінесе вәзір B6 деп жүреді. Осындай мүмкіндіктер бар, бірақ Загнидзе басқаша ойнайды. A6, вәзір D2, B5. Ат D1, CD, ат D4, ат D4, піл C5, C3. Орталықты нығайттық, вәзір B6. Ат F2, A5, піл E2, B4. Енді Загнидзені түсінуге болады. Француз қорғанысындағы ең басты мәселе ол мына ақпіл. Бұл ақпілдің мүмкіндігі шектеулі, сол себепті оны шешуге тырысу керек. Патшаны сырға кіргізді. Піл A6, жедік, вәзір E3. BC, BC. Патшаны сырға кіргізді. Ат D3. Ат D3. Енді мына C5-тегі пілдің қал жағдайын білейін деп тұр. Жедік, вәзір A7. Вәзір A7-нің ең басты мақсаты әрине мына атты мына жерге және C4-ке орналастыру. Бірақ уақыты жетеді ме екен Загнидзенің? Кеме AC1, сіздер білесіздер, қарсыластың аумағына кіру үшін сіздер деген оған шабуыл жасау керексіздер және ашық жолды іздеу керексіздер. Ат B6, F5, біз шұқылай бастадық. Ат C4. Енді Загнидзенің іс-әрекеті түсініксіз. Қараңыздар, мына ат, кеме, вәзір барлығы бір мына вәзірдің қапталында, сол қапталда жүріп, бірақ мына патшаның қасында ешкім жоқ. Сол себепті Жансаяның шешімі өте керемет. Кеме C4, бұлай және F6. Шегені қақты. Жеді, ат C5. Енді атымыздың айырылудың қажеті жоқ. Патша H8, вәзір H6. Қараңыздар, вәзір H6. Енді келесі шегені қақтық. Патша кеме G8, вәзір F6 шах, тағы бір шегені қақты. Кеме G7. Міне осы жерде Жансая кеме F4 деп жүргенде, онда қарсылас жеңілер еді. H5, вәзір D8 шах, вәзір патша H7 және кеме H4. Осыдан кейін қаралардың жағдай өте қиын болар еді. Бірақ өкінішке орай Жансая бұл жерде кеме F3 деп жүреді. Енді үлкен деңгейде, кәсіби деңгейде бұндай нәрселерді жібермейді. Әрине, Загнидзе бұны ұтымды пайдаланды. Вәзір B6, жедік, шах, жабылды, C3. Мына C3-тегі жауынгер өте қауіпті болып кетті. Вәзір F3, оған қайтуға тура келіп тұр. C2, вәзір C6, біз деген өтетін жауынгерді артынан шабуыл жасаватымыз. Кеме G2 шах, патша G2, вәзір G4 шах, патша H1, вәзір
d1 шах, патша g2, уәзір g4 шах, осымен партия тең түсті. Қап әттеген-ай деген жағдайлар деп айтуға болады. Өйткені осыға дейін Харика Дроновалиді бытштын шығарып жеңу керек еді. Бірақ өкінішке орай белгісіз бір себептермен ұтылып қалды. Сол да мүмкін Жансаяға өзінің әсерін тигізген шығар. Егер де каналдағы видеолар ұнайтын болса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.